بسم الله الرحمن الرحيم. Барлық мақтау, мадақтар әлемдердің Раббысы болған Аллах Субханаху Таалаға болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті мұхтарам жамағат, жұма мұбарак болсын. Әрбір жұмада Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы белгілеп, бекітіп беретін жұманың өзінің уағызының тақырыптары бар. Бүгінгі уағызымыз мынау санаулы күндерде келіп жететін тәуелсіздік күніне орай сөз өрбітетін боламыз, құрметті жамағат. Өз жерінде өгей баланың күйін кешіп, түгін тартса май шығатын байда, байтақ даласының төсінде құрып кете жаздаудың азақ алдында қалса да, кешегі ұлтсыздандыру саясатына жұтылып кете жаздасақ та, жүрегімізде тәуелсіздікке деген сенім оты сөнбеген қазақ халқымыздың ақыры тамылжып таңымыз атты. Аллаға сансыз шүкірліктер болсын. Бүгінгі таңда Қазақстанымыз Орта Азияның аймаңдай танымал елдерінің біріне айналды деп айтқан болсам, артық айтқан болмайым, құрметті жамағат. Бұл тәуелсіздік деген нәрсеге тоқталатын болсақ, бұл деген сіздер мен біздерге берген Алла Тағаланың үлкен сыйы, Алла Тағаланың нығметі. Біз пенде кімге ғана тәуелді болуымыз керек, құрметті жамағат? Бір Аллаға ғана тәуелді болуымыз керек. Мінекей, біз тәуелсіздік алып, етек жеңімізді жинадық. Бұның өзі Алла Тағаланың сіздер мен біздерге берген ұлы нығметі деп білуіміз керек екен. Аллах Субханаху Таала қасиетті Құранда не деді? Фазкуруни азкурукум вашкурули вала такфурун дейді. Яғни Аллах Субханаху Таала қасиетті Құранда сендер мені еске алсаңдар, мен де сендерді еске аламын. Және де маған күпірлік қылмаңдар, маған шүкірлік етіңдер, маған күпірлік қылмаңдар дейді. Яғни біз Аллаға шүкір тәуелсіздігімізді алдық. Міне емін еркін мешітімізге келіп отырмыз. Осындай жағдаятқа жеткізген Алла Тағалаға сансыз шүкірліктер айту сіздер мен біздердің басты міндеттеріміз болып табылады. Аллах Субханаху Таала тағы бір қасиетті Құран аятында, яғни Ибрахим сүресінің 7-ші аятында не дейді тағы да? Сіздер мен біздерге былай деп баян етеді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби ла шадид. Садақаллахул азим. Осы аятта, құрметті жамағат, Алла Тағала сіздер мен біздерге былай бұйырады. Менің нығметіме сендер шүкіршілік қылатын болсаңдар, нығметімді арттыра берем. Ал енді күпірлік қылатын болсаңдар, расында да менің азабым тым қатты дейді. Яғни, құрметті жамағат, Алланың берген, біздерге берген тәуелсіздігімізді, еркіндігімізді берген Алла Тағалаға шүкірліктер айтайық. Иншалла, Алла Тағаланың біздерге берген нығметіне сансыз шүкірліктер айтатын болсақ, Алла Тағала біздің нығметімізді арттыра береді. Алайым Алла Тағала солай нығметтерімізді арттыра берсін дегім келеді, иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде айтады. Кімде-кім отбасының қасында аман болып, еш нәрседен тайсалмай, қорықпай, дені сау, бір күндік тамағы болып таң аттыратын болса, онда ол пендеге барлық дүние алдына келгендей болады дейді.
Мінекей құрметті жамағат, біздің өзіміздің өскелең ұрпағымыздың ұйқысы тыныш, тамағымыз бар, ешқандай нәрседен сескенбей, қорқақтамай, ұйқымыз тыныш. Мінекей осының өзі, құрметті жамағат, бүкіл дүние сенің алдыңда болғандай болады. Осыған шүкіршілік айтуымыз керек. Бұл тәуелсіздік деген нәрсеге тоқталатын болсақ, тәуелсіздік қай кезден бастап алған? Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның өзі дүниеге келуінің өзі тәуелсіздікпен басталған екен. Оған дәлел. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келген кезде діннің дұшпаны болған, қасиетті Құранда Мәсәд сүресінде айтылған дін дұшпаны болған Абу Лахаб, бұл пайғамбарымыздың әкесінің бауыры еді. Сөйтіп, оның Суайба деген күңі болатын. Сол күңі Абу Лахабқа дүниеге ұл келгендігі жайында Абу Лахабтың алдына келіп, сүйінші, сенің бауырың ұлды болды деді. Құранда, шариғатта бекітіліп бергендей, құрметті жамағат, құлды азат ету деген нәрсе бар. Абайсызда бір момын мұсылман бауырыңды абайсызда өлтіріп қойған жағдай болса, немесе амус дейді, яғни ант ішкен жағдай болса, немесе өзіңнің әйеліңнің денесін өзіңнің анаңа, немесе өзіңе харам болған әпке қарындастарыңа теңейтіндей жағдай болатын болса, онда оның өтелуі не дейді? Өтелуі құлды азат ету. Бір құлды сен азатсың деп босатып жіберу, соның өзі тәуелсіздік екен. Сонда Абу Лахабқа әлгі Суайба деген әйел келіп, сенің бауырың ұлды болды, сүйінші деген уақытта Абу Лахаб не қылды? Құрметті жамағат, қуанғаны соншалық, әнти хур деді. Сен азатсың, сен боссың, бостандықтасың деді. Мінекей құрметті жамағат, тәуелсіздік деген нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өміріне келуінің өзі, соның сүйіншілеуінің өзі тәуелсіздікпен келген нәрсе екен. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келгендегі мақсаттың өзі адамдарды қараңғылықтан жарыққа шығару. Сондай надан өмірде, надан дәуірде, сондай қоғам ортасында пайғамбарымыз өмірге келді. Сондай жахилеттік надандық дәуір, сондай өздерінің адамдар пұт жасап, сол пұтқа тәуелді еді сол кезде. Пұтқа табынатын, қандай нәрселер болсын, пұттан сұрайтын еді. Сондай надандығы, сондай сол пұттарын ұннан, немесе халвадан жасап, соны ұзақ жолдарға шығып, соған табына жүріп, азық-түліктері бітік қалған жағдайда, сол өздерінің табынып тәуелді болып жүрген құдайларын жеп қоятын еді дейді. Сондай надан болған еді, құрметті жамағат. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің дүниеге келуі осындай надандық дәуірден, тас қараңғы болып қалған қараңғылықтан адамдарды нұрға, жарыққа шығару етті. Сол нәрсе Аллаға шүкір болды. Аллаға сансыз шүкірліктер болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үнемі былай дұға қылатын: Я Раббым, маған харам нәрсені алыс ет.
халалды, адал нәрсені жеткілікті ет. Мені, я Раббым, өзіңнен басқа нәрсеге тәуелді қылма деп дұға қылатын еді дейді. Мінекей соның үшін құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің өмірге келуінің өзі бір Аллаға ғана тәуелді екендігімізді насихаттап, тәуелсіз деген нәрсеге, яғни басқа тәуелді болатындай пұт-мұт деген нәрселердің бәрін сырып тастады. Осының өзі Алланың нығметі. Қарайтын болсақ, құрметті жамағат, адамзат баласынан басқа нәрселердің көбісі, мейлі сенің жаңа күн болсын, аспанда нұрын шашып жарқырап тұрған, мейлі ай болсын, мейлі мұхиттар болсын, бізді көтеріп тұрған жеріміз болсын, олардың бәрі, құрметті жамағат, періштелер болсын, Аллаға ғана тәуелді. Алла Тағала қасиетті Құранда «Вәш-шәмси тәжрили мустақаррилләһә, зәлика тақдирул азизил алим, вәл-қамара қаддарнаху маназила хатта ада кәл-уржунил қадим» деп келеді Құран аяттарында. Сол жерде не дейді, құрметті жамағат? Алла Тағала Ясин сүресінде жаңағы аяттарды айтады. Сондай-ақ күн белгіленген шеңберінде жүзеді. Міне осы аса үстем бар нәрсені білуші, ол Алла Тағала. Алла Тағаланың ғана өлшеуі. Тағы да айдың айналымда өлшеп қойдық. Ескі құрма қираған бұтағындай болғанға дейін деп Алла Тағала Құранда жаңа күннің өзінің Алланың әмірімен ғана жүзуі, жаңағы айдың, жаңа құрманың қурап қалған бұтағындай уақытқа дейінгі деген аяттарды Алла Тағала осы жерде Аллаға ғана, Алланың әмірімен ғана қызмет жасайтын тәуелді екенін көрсетіп отыр. Ал құрметті жамағат, біздерді Алла Тағала иіс сезінуіміз, естуіміз, аяғымызбен жүруіміз, басқа да жүрегіміздің соғуы деген сияқты нәрселердің бәрін Алла Тағала біздерге еркіндік, жігер беріп қойды. Неге? Өйткені қиямет қайымда біз ғана сұраламыз Алланың алдында. Сенің хайуанаттар, басқа нәрселер сұралмайды. Неге? Өйткені Алла Тағала сіздер мен біздерді жаратты. Ерте қияметте ерте қиямет қайымда Алланың берген әрбір нығметінен сұралатын боласыңдар дейді. Соның үшін құрметті жамағат, бізге тәуелсіздікті беріп қойды Алла Тағала. Алла Тағала қасиетті Құранда тәуелсіздік жайлы айтады. Егер мен момындарыма, құлдарыма тәуелсіздігімді бергенде, олар не істейді дейді? Олар, құрметті жамағат, намазын оқиды. Зекетін береді. Жақсылыққа шақырады, жаманшылықтан тияды дейді. Бізге, құрметті жамағат, Алла Тағала тәуелсіздікті берді. Алланың нығметі. Біз не істей алып жатырмыз? Егер шынайы момын құлдарым тәуелсіздігімізді бергенде не істейтін еді дейді? Намазын оқитын еді. Зекетін берер еді. Жақсылыққа шақырып, жаманшылықтан тияр еді дейді. Бізде қазір, құрметті жамағат, Алланың бұйырғын біз орындай алып жатырмыз ба? Намазымызды оқи алып жатырмыз ба? Зекетімізді бере алып жатырмыз ба? Бізді көп адамдарды дүниеге тәуелді қойған. Ал шынайы момын адам дүниеге тәуелді болмайды дейді. Зекетін береді. Адамдарды жақсылыққа шақырады.
және де жаманшылықтан тыяды. Алла тағала қасиетті Құранда не нәрсені бұйырған болса, соған амал етуіміз керек. Соған сансыз шүкірліктер айтуымыз керек. Сол Алланың үлкен нығметін қадірін біліп қастерлеуіміз керек, құрметті жамағат. Мынау тәуелсіздікке келуіміз оңайшылықпен болмады, құрметті жамағат. Өздеріңіз білесіздер, Қызыл империя 70 жыл Құдай жоқ деумен алыстырды. Бірақ та біздің ата-бабаларымыздың көз жасы, ата-бабаларымыздың өскелең ұрпағына жасаған дұғасы, оны ешкім жүрегінен иманын суырып ала алмады. Кеңестік кезеңінде 23 мың мен 30 мың аралығындағы бас көтереді ау деген ұлт зиялыларын қырды ма? Қырды. Бізге тәуелсіз оңайшылықпен келген жоқ. 23 мың мен 30 мың аралығындағы дін ғалымдарын қырды ма? Қырды. Мешіттерді қиратты ма? Қиратты. Айтуға да ят. Тәуелсіздік алған жылдарында, құрметті жамағат, біздің Қазақстанда бар жоқ 69-ақ мешіт қалған. Оның өзі күмбезі жоқ, ат қора қылған деген сияқты нәрселер, мал бордақылаған деген сияқты нәрселер болған. Мынау діннің, мынау ұлт зиялыларын, дін ғалымдарын қырып, мешіттерді қиратқандығымен қоймай, кітаптарды өртеді. Жомарт болған байларды малын тартып алды. Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деп, еркек кіндіктілердің бәрін қырды. Енді сол жомарт болған байлар не болды, құрметті жамағат? 12 мың жылқы айдаған байлар болған. Солардың өзі аштан өлді дейді. Қараңыздаршы, құрметті жамағат. Осындай қиын қыстау заманатта болдық біз. Осындай қиын қыстау заманда да тәуелсіздікке деген, азаттыққа деген арманы, ата-бабамыздың дұға тілектері иншалла кешіксе де келді. Аллаға шүкір, тәуелсіздігімізді алдық. Бұл Алла тағаланың сіздер мен біздерге берген үлкен нығметі. Тәуелсіздігімізді алғаннан бергі уақытта Аллаға шүкір, жастарымыз болашақ бағдарламасы болсын, діни салада болсын, шетелдерге оқуға шығып білім алатындай жағдайға жеттік. Мынау спорт саласының өзінде де, кеңес өкіметі кезінде мен мықтымын деп тұрған қазақ балуандарын жарысқа да шығармайтын еді. Қақпайлап тұратын, ол жасыратын нәрсе емес. Соларға да мүмкіншілік туды. Қазір Құдайға шүкір, әлем кезіп, үлкен жарыстарда топ жарып жатыр. Бұның өзі де біздің, Аллаға шүкір, тәуелсіздік алғаннан кейінгі уақыттарда болып атқан жағдаяттар. Мінекей, құрметті жамағат, осындай тәуелсіздігімізді құрметтеу, Алланың берген нығметіне сансыз шүкірліктер айту, ол барлығымызға ортақ міндет. Дініміз кең етек алды. Мінекей, мешітке тәсбихтің тасындай тізіліп, жамағат болып келіп отырсыздар. Осындай жамағат барлық жерде бар. Бұның өзі мешіттеріміздің есіктері айқара ашылуы, мешітке жамағатымыздың көптеп келуі, мынау дін ғалымдарының шығуы, қариларымыз, хафиздарымыздың шығуы, осының бәрі иншалла тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдардан бері болып жатқан жағдаяттар. Орта Азияда теңдесі жоқ. Нұр Мүбарак университеті ашылды. 10 шақты медресе ашылды.
Мінекей осының бәрі, құрметті жамағат, бізге Алланың берген үлкен ұлы нығметі деп білуіміз керек. Осы нығметті біз қадірлеуіміз керек. Осы нығметті біз қастерлеуіміз керек. Алла тағаланың берген нығметі, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде айтады: егер кімде-кім алтын нәрсеге кепілдік беретін болса, болдырмауына, мен де ол адамға жәннатқа кіруіне кепілдік бере аламын. Соның бірі, құрметті жамағат, намазыңа берік болу керек. Тәуелсіздігіміз ұзағынан болу үшін намазымызға берік болуымыз керек. Дұғамызды молынан жасауымыз керек. Зекеттеріміз берілу керек. Алланың біздерге берген бұл тәуелсіздік деген аманаты, аманатқа берік болу, қиянат жасамау, ол да біздің міндетіміз. Оған да біз аманатқа берік болуымыз керек. Сонымен қатар әуретті жерлерімізді жауып жүруіміз керек, зейнеттерімізді жауып жүруіміз керек. Және де ішкен асымыз адалынан болу керек. Тілімізге сақ болуымыз керек. Осы алты нәрсеге біз кепілдік бере алатын болсақ, иншалла, құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Мен ол адамға жәннатқа кіруіне кепілдік бере алам деді. Соның бірі айтылып отқан аманатқа берік болу. Мынау еліміз, ұлан-ғайыр еліміз. Бұл біздерге Алланың берген аманаты. Осыны өскелең ұрпағымызға ешқандай мұрты ойылмастан ұрпаққа аманат қалдыру, ол біздің барлығымыздың ортақ міндетіміз екен, иншалла. Соның үшін, құрметті жамағат, тәуелсіздігімізді Алла тағала мәңгілік қылғай. Тәуелсіздігіміз ұзағынан болсын. Ұрпақтарымыз иманды, ибалы болсын, құрметті жамағат.